Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ең оңай жасалынатын крекердің рецебін көрсетемін. Бұл өте оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз және оның үстіне тұз саламыз, қант саламыз, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Араластырып болған соң оның үстіне сүт құямыз және күнбағыс майын құямыз. Тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді біз құрғақ ингредиенттерді қосамыз, оған қосылтқышпен ұн қосамыз, яғни електен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Міне мен осындай қамыр шықты, өте жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Енді біз қамырды аламыз және оны екіге бөліп, бір бөлігін жаятын боламыз. Жайып болған соң осындай форманы дайындаймыз және осындай төрт бұрыштарға бөліп қоямыз, бөліп кесеміз. Қалауыңызша дөңгелек қылуға болады, немесе өз қалауыңызша басқа да фигуралар жасауға болады. Ал мен осындай бүгін төрт бұрыш қылдым. Алдын ала протеинді майлап аламыз күнбағыс майымен. Менде антипригарный, сондықтан мен ешқандай пергамент бумагасын салмаймын. Ал сіздерде егер жабысып қалатын болса, онда пергамент қағазын міндетті түрде салыңыздар.
Осылай жайып шығамыз барлық жеріне. Енді 200 градуста шамамен 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Міне менде 12 минутта пісіп шықты, өте керемет шықты, яғни қытырлақ болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.